үйренгім келеді саған деді. Бірден, Иә. бірінші кездесуде. Міне, менің ниетім осы. Әртіс қыз дұрыс келін болмайды деген әңгімелер болды. Қайтесің Диана, ол деген онша емес, ол деген қап-қара кішкентай бір нәрсе деп. Іші тар. Иә, Іштері тар. Қыз қанша жерден өзінің бақытын аңсаса да, қаласа да, ол еш уақытта дайын болмайды. Диана барлығын бартерге жасаған екен. Диана неге өзі сөз сөйледі? Сұлтан неге ол жерде болған жоқ? Неге біз үнемі бүйтіп тұру керекпіз? Танысқандарыңыз, қалай таныстыңыздар? Негізі біз қанша 7-8 жыл бұрын алғаш рет көрістік қой. Мен ол кезде бөпемін. Ол қалаумен басталған жыл ғой. Мен ол кезде күнделікке аптасына бір рет қана келіп кетем. Және ол бірнеше ай ғана отырды, қателеспесем қалауымда, одан кейін кетіп қалды. Сол кезде бір рет қана былай сыртта екеуміз өтіп кеттік те, сол кезде немене демала алмай жүрген адам деп, сондай бір өзінше жігіт қой деп қана ой түйдім де. Содан кейін біз мүлдем ол жерде кездеспедік, ол ары қарай бендте болған жоқ. Ешқандай ой болмады содан басқа. Ондай болмады. Өзінше искра деген жоқ. Ол кезде мен айтып тұрмын, мен кәдімгіден телевидениеге келгеніме бақытты болып жүрген адаммын ғой, кішкентай. Қанша? 21-демін ғой ол кезде. Енді міне универден жолға түстім. Ол кезде мен мүлдем қатар мамандығым бойынша жұмыс жасап жүрген ғой. Қайда ана жұмысты ұмыттық қой. Жұмыс, магистратура, барлығын тастап кетті. Барлығы қалды. Содан кейін 2019 жылы мен Еуразия бірінші арнасына келдім. Біздің бағдарлама 2-ге бөлініп кеткен, жаңағы айтқан әңгіме бар ғой. Сол кезде ол өзінің бендімен келді. Мен ол кезде редактор болып келдім. Яғни кадр сыртындағы жауынгер дейміз ғой. Ананы да алып келесің, мынаны да қонақ шақырасың, әртіс керек, анау керек. Соның барлығын істеп жүрген қарапайым редактор болдым. Біраз жыл болды ғой негізінде. Ол кезде бізде жүргізуші Аша Матай. Содан кейін ол бендте жүрді. Біз жай дос, әріптес ретінде ғана араласып жүрдік. Біраз жылдар бойы, Айнұр. Сенсеңіз де, сенбесеңіз де сол, өйткені мүлдем арамызда махаббат, сезім тақырыптары қозғалмайтын. Қанша жыл ғана әріптес ретінде. Сөйтіп қана жүрдік. Болды, сол эфирде әңгімеміз басталады, эфирдің студиясында, территориясында барлығы бітеді. Болды, ары қарай біз өмірде кездеспейміз, сөйлеспейміз. Солай болды біраз жылдарға дейін. Одан кейін бір күні енді міне жұмыс істеп келе. Сол кезде біртүрлі сөйлесіп бастадық па, бір-бірімізге біртүрлі қарай бастадық па, бір ойын басталып кетті. Ол енді орысша айтсақ флирт па, Мен ауада бір дүние барын сезе бастадым. Сол кезде мен енді қызбын ғой бәрібір. Бұл мен ойлағандай ма? Әлде мен өзім бір нәрсені құрастырып, сөйтіп қиялдап жүрмін бе? Түсінбеймін. Бірақ ол нәрсе жалғасып жатыр. Күнде бір нәрсе, одан кейін оның бір нәрсе не нәрсе? Көзқарасы. Болады ғой бәрібір көзқарас. Сезесің. Сезесің, қызсың ғой бәрібір. Бүйтіп оған қарағың келмесе де, оның көзқарасын ұстап қаласың да өзінде. Сол кезде мен ойладым, мынау не болып қалды? Әзілдесе бастадық. Одан кейін қыз бен жігіт сияқты сөйлесе бастадық. Содан кейін біраз уақыттан кейін, ойындарымыздан кейін, әйтеуір бір нәрсе бірімізге тиісіп, біздің гримерка біреу болды ғой. Біз эфирге дейін бірге дайындаламыз. Сол кезде барлығы басталып, сезе бастадым бәрібір. Одан кейін телефонмен сөйлесе бастадық, хат алмасып бастадық. Таңғы 4-5 кете береді. Тоқтамаймыз.